Біздің екі атамекен қоғамдық бірлестігі 2006 жылы құрылған. Осы уақытқа дейін біз экологиялық бағытпен жұмыс істеп келдік. Бірақ біздің қызметкерлеріміздің мекеменің негізі құжат жөнінде біздің біліміміз төмен болды. Сонда осы өткен жылы Евразия қоры жаңағы грант жариялаған кезде бізге бұл өте үлкен мүмкіндік болды. Бізге оның ішінде консультанттардың көмегіне және жаңағы мекеменің кеңселік керекті нелердің бәрін, құралдардың бәрін сатып алуға көмектесті. Бізге қазір консультанттар біздің 3 жылдық стратегиялық планымызды жасап берді, және бақылау және оны бағалау туралы көптеген нұсқамалар беріп, құжаттарымызды дайындап берді. Және есеп-қисап бөлімінің жұмыстарын, олардың құжаттарын қалыпқа келтіруге көмектесіп отыр. Кадр жұмыстарына көптеген көмектер берді. Біздің қызметкерлеріміз Евразия жаңағы үкіметтік емес ұйымның мектебінде оқып жатыр, көптеген онлайн сабақтар алып жатыр, көптеген зуммен консультациялар алып жатырмыз. Жаңағы әр транштың есебін тапсырар кезде де жаңағы эксперттер көптеген көмектер беріп жатыр бізге. Солардың көмегіменен біз өзіміздің білімімізді жетілдіріп, ары қарай біздің коллективіміз жақсы жұмыстар жасайды деп ойлаймын.